Тәуелсіз драматерапия болған оқиғалар жетпіс бойынша. Топтық терапия. Жаты шеңберде әртүрлі тәуелділігі бар адамдар. Ортасында психолог. Психолог алдыға шығып көрермендерге. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Барлығыңызды көргеніме қуаныштымын. Тәуелсіз атты топтық терапияға қош келдіңіздер. Мен осы терапияны жүргізуші психолог. Есімім Үміт. Сахнада отырған кейіпкерлер әртүрлі тәуелділігі бар жандар. Қазір кезекпен сіздерге хикаяларын баяндап береді. Бұл терапияның мақсаты тәуелді жандарға қолдау көрсету. Басқа да тәуелді жандарға жазылып кетулеріне себебімізді тигізу. Ендеше бірінші кейіпкер ортаға шығуымызға рұқсат. Психолог және басқалары да сахнадан кетеді. Ортаға бірінші кейіпкер шығады. Бірінші хикая удамания. Кейіпкерлер Мақсат, әйелі, әкесі. Бірінші бастан қиын екен. Неден бастасам? Менің есімім Мақсат. Мен игроманмын. Яғни удаман. Бұл жолы қалай тап болды? Сол туралы айтып берейін. Екі әңгімені тыңдаңыздар. Үйленгеннен кейін ойнай бастадым. Тойдың кредиті, пәтердің ипотекасы пайда болды. Ақша әрдайым жетпейді. Айлықтан айлыққа әрең жеткізіп жүрдім. Бар тапқаным қарызға жейтін асымызға ғана жетеді. Тіпті емін-еркін сыртқа шығып қыдыра алмай қалдым. Сол жетпейтін ақшаның орнын толтыру мақсатында екінші жұмыс іздей бастадым. Телефоннан түрлі онлайн казино, букмекерлердің жарнамасы шығарып едім. Оңай ақша еш қиналмай табысқа кенелесің деген жарнамалар. Бір күні кіріп көрдім. Кірдім, ұттым. Сенесіз бе? Екінші, үшінші рет салғанда да ұттым. Одан кейін отырдым. Осылай басталып келдім. Жұмыста, үйде уақытымның бәрі телефон қарап, ставка ойымен өтеді. Ақша жетпейді, бірақ ойынға ақша табамын. Удамандардың ақша табуы ол өнер. Өтірік айту өнері. Басында шындықты қабыстырып өтірік айту болса, кейін шындықтың ісі де қалмайды. Сол өтірікке жан-жағыңды сендіру өнері. Удаман сізді сендірмек қоймайды. Жақындарын, достарыңды сендіріп қалтасындағы ақшаны аласың. Ақшасы болмаса сен үшін өз аттарына кредит алдыртасың. Ана туысыңа 500 мың, ана досыңа 700 мың, әке шешеңе 2 миллион, әйеліңе миллион, мына досыңа айфон алдыртып, оны сатасың. Қазір ойлансам, қалай сендіргеніме өте таңғаламын. Қайтара алмай олардың сенімнен айырылмайсың. Кезекті жақсы танымайтын дос-туыстарыңды жағалайсың. Тіпті бір рет кездескен адамынан ақша сұрай бастайсың. Басында үлкен суммалар, кейін келе ойнай тұрайын деп 500 теңге, 200 теңгеге дейін сұрадым. Көлігім болды. Бір күні жолда айдап келем, артымнан бір көлік соқтықсты. Қатты емес, сәл ғана болар-болмас соққан. Қызметкерлерді шақырмай сол жерде шешіп, қолыма 20 мың ұстап кетті. Әрине ставкаға қойдым. Содан кейін мүмкіндік бола қалса артымнан көлік жақын жүрсе, әдейілеп торымызды басатын болдым. Ол соғат, маған ақша. Шыға сала 10 мың деймін. Оларға көп ақша емес, мен үшін тағы ойнау мүмкін. Осылай 10 шақты рет жасадым. Әрине кейбір кездері өзіме кінә тағып видео жазылымды қараймыз деп бай-балам салатын. Атты бамперімнен түк қалмақ. Кейін көлікті арзанға сатып жібердім. Әрине ақшасына. Неге тоқтай алмадым? Себебі салған ақшамды қайта ұтып алғым келеді. Қарызым миллионға бар. Тағы 100 мың теңгеге ұтылсам, ол ақша емес. Ақша саны мен үшін маңызды емес, тек сандар ғана. Ол мені тоқтатпады. Ұттым, менің өмірім қуаныш. Ұтылдым, келесі ойынға дейін қайғы. Сол сезімдер үшін ғана өмір сүрдім. Дофамин, эндорфин, адреналин, барлығы қозғанда рахат аласың. 40 миллионнан аса ұтылдым. 18 микроқаржылық ұйымға қарызбын. 5 банкте кредит, 30-дан астам адамға әртүрлі сумма қарызбын. Әйелімнің жинап отырған ақшасын ұрлап салып жібердім. Алтындарын алдап алып, ломбардқа өткіздім. Бір күні айлық түсетін уақытта карточкасын сөмкесіне білдіртпей алып алдым. Айлығы түске қарай түсетінін біліп, сол уақытта ақшасын ішкешіп алдым. Қуаныш ставкаға кеттім. Түнде үйге келсем, әйелім бар заттарын жинап, мені күтіп отыр. Мақсат, мен шаршадым.
менде математикалық тұрғыдан да психикалық тұрғыдан да еш нәрсе қалмады. Шынымен де мен үшін осы соңғысы. Мен кетемін. Өзімнің атымда кредиттерді бір нәрсе болып көрдім, баламызды алдан өзім алып кетемін. Қош сау. Бұл жағдай әрине бірінші рет емес. Қалай болғанын айғайлайтын, ұрсатын, тіпті ұратын. Бұл жол басқаша. Ажырасу документтері мәселесі бойынша ертең хабарласып, баланың тәрбиесіне мүлде араласпайсың. Бұдан кейін көріспейсің. Жоқ, жаным. Бұл жол шынымен де қояды. Тоқта ешқайда кетпе. Мен сенсіз бірге қоймын ба? Енді ойнамаймын, құдай ұрсын, нан ұрсын. Жұмыс істеймін, қарыздарын жабамын. Бізде бәрі жақсы болады, шын айтам. Соңғы өлердегі сөзім маған сенші. Жаным, енді ставка қоймаймын, мүлде қоймаймын. Баланы қалай алып кетпексің? Сонда мүлде көрмеймін бе? Мен әкесі емеспін. Мен оны жақсы көремін, мен сені жақсы көремін. Кетпеші жаным. Менде қалған сен ғана ғой. Балам, Әйел келді. ажырасып, қалай өлесің? Осыдан кейін тоқтадың ба? Жоқ, бұл да тоқтата алмады. Ақымақ көрді. Ажырасқанға дейін тағы бір оқиғаны айтып берейін. Үйден әйелі бір шаруасымен далаға шығып кетті. Не ставка қойып отырдым. Соңғы қалған ақша 30 мың түсті. Ұтылдым. Енді балам банкерсіден тамағын алуға ақша жоқ өтмей түсіндім. Үйден шығып айдалаға жоғалып, барлық проблемаларын қашып жоқ болып кеткім келеді. Өзімде жас, қолымда кішкентай балапаным болған. Папамды кешірші, папам нағыз жаман адам. Мен саған жақсы тәрбие бере алмаймын. Сен енді әкеңді бұдан кейін бірге көрмейсің. Сен маған қатты ренжіме, мені кешірші дегенде балам жылап кетті. Жұбатамын деп әлдилеп отырып ұйықтап кетті. Барлығынан айырылдым. Әке шешемнің үйіне бардым. Баланың кредит алып бердім, жұрттың бәріне қарыз, қара бет болып кетті. Бұл саған бізден ешқандай көмек жоқ. Әке шеше дегенді мүлдем ол. Өзіңнің проблемаңды өзің шеш. Істедің бе? Енді мойныңды көтер. Барар жерім қалмады. Кеше кезіп кеттім. Қарасам, уста алқаш, домыздар ұйықтап жатыр. Bir mastың астындағы қорапты тартып алды. Мұздатқыштың қорабы үлкен. ішine кіріп жатсам барлық жерін жабық. Сол қораптың ішінде ұйықтадым. Таңертең қатты жаурағаннан оянып кеттім. Bir үйдің үстіне шықтым. Төменге қараттым. Bir қадам жасасам болды, сонымен барлығын. Мен өлем. Менімен бірге қарыздар да, проблемалар да бітті. Бірақ өмірімді өз қолыммен қия алмадым. Осы сәттен бастап санамда өзгеріс басталды. Міне, өмірім жалғасып келеді. Ақырын жағдайым жақсарып қалды. Психологтар жақсы көмектесті. Бұл есірткіге, ішімдікке, тәуелділік сияқты психикалық ауру екенін түсіндім. Бұл да тәуелділік. Қазір әйеліммен ара қатынасым жақсы болып қалды. Ертең екінші рет үйленуге ұсыныс жасасам да деп ойлап жүрмін. Балам да өсіп қалды. 5 жылдай болды ставкаға жолымағаным. Ертең көлік алуға барамын. Шүкір, бақытты өмір сүріп жатырмын. Мен тәуелсізбін. Мақсат Кеден екінші кейіпкер. Екінші хикая гей. Кейіпкерлер Еркін, анасы бұзық балалар. Менің есімім Еркін. Мен компьютерлік ойындарға, яғни виртуалды әлемге тәуелдім. Мен бала кезімнен өзгеше болдым. Бұғамнан бір аяғым екінші аяғымнан ұзынырақ болды. Сондықтан сылтып басардым. Менімен ешкім дос болғысы келмеді. Олар мені үнемі мазақтап, ақсақ деп күлкіге айналдырды. Мектепке барғым келмейді. Өйткені балалар күтіп тұрады. Итеріп жібереді, қоршап күледі. Bir күні жігіттер тағы келді. Мен қаштадым. Қаша алмаймын. Қалайсың Еркін? Ақсақ план амандасың ғой? Ақша алып бердің бе? Жоқ. Қане секір? Тиындарың дұрыс шығып тұрады ғой? Әкеле ғой ақшаларын, тамақ ішейін. Ол маған маман берген. Әлбетте тамақ ішесің деп. Тамақ не істейсің сен? Ішпей ақ қой. Бәрібір аяғың үспейді. Мұнан мен күтілешем ғой, шаңғылы шеш. Неге менің күтілешем кейі болады? Аяғынан теуіп жатыр. Үстіндегі күртешесін шешіп алмақшы болады. Шешпейді. Тағы бір. Бұл әлемнің қатыгездігі ұнамады.
Басқа әлемге кетіп қалғым келді. Сосын виртуалды әлем компьютер ойындарын ойнай бастадым. Ол әлем мені қабылдады. Ол жақта ешкім сені ренжітпейді. Bir күні батырсың, бір күні қаһарман, басты кейіпкер сенсің. Онда мен ақсақ емеспін, елім сау, мықтымын. Мені ешкім ұрмайды, ешкім мазақтамайды. Ол әлемде менің күшім бар, мақсатым бар. Шынайы өмір жалған сияқты болды. Ал ойын, виртуалды әлем шындық. Осылай жылдар өтті, күн, түн бәрібір экранға сіңіп кетті. Жылдар бойы экран алдында телміріп болдым. Анамнан өте көп ұрыс естіп жүрдім. Bir gün anam çağırıp, şınamak, kompüterin sınırçılığı oldu. Еркін, бұлар жалғаса беруге болмайды. Сен мектепке барудан қалдың. Мектепті қойшы, сен бізбен сөйлесуден қалдың ғой. Саған неше рет айттым, ескерттім. Енді компьютерді мүлде ойнамайсың. Ama şunurdu veriniz, әйтпесе жаман болады. Tez arada veriniz. Жоқ, еркін, мен енді шыдай алмаймын. Men de şıday алмаймын. Анасының қолында шнурды арбалысып жатып алып алады. Сол шнурмен анасын қылғындыра бастайды. Біраз қылғындырады. Анасы жансыз жатып қалады. Сол сәтте мен өзім танымай қалдым. Мен не істегенімді бірден түсінбедім. Шнурды алып компьютерді жалма-жан қосып ойынын ойнай бастады. Компьютер қосылды. Содан кейін барып менің санама анам өлтіріп қойған жер. Мама, мен не істеп қойдым? Мама, Анасын кірпік әрекеттер жасай бастайды. Анасында жан жоқ. Шарасыз отырып қалғанда анасы қимылдай бастайды. тірі. Анашым тірі. Кешірсіз, мама, мен енді мүлдем ойнамаймын. Мен сенімен боламын. Ойнамаймын. Мен сабақ оқимын. Енді тек сіздің айтқаныңызбен жүремін. Анасы баяу қимылмен тұрып, еркіннің маңдайынан сүйіп шығып кетті. Осы сәт мен оятты. Мен өзімнен қатты шошындым. Содан кейін көмек сұрадым, психологқа бардым, спортпен шұғылдандым. Алғашында қиын болды. Бастысы тірімін. Және өзгеруге болады екен. Қазір мен оқуға түстім. Достарым да бар. Менде қазір бәрі жақсы. Ең бастысы өзімнің тәуелді екенімді мойындырайын. Мен тәуелсізбін. Еркін келді, келесі кейіпкер келеді. Үшінші хикая жеңіл жүріс кейіпкерлері. Назар әкесі. Менің есімім Назар. Қалай айтсам екен? Жеңіл жүрісті қызбын. Яғни, жеңіл ақшаға тәуелді болдым. Мен денемді емес, мен өзіме жетпеген назарды саттым. Мен кіші кезімнен өзімді жоқ екенін сезінетім. Сол кезден бастап өзімді сезбеуді үйрендім. Сезім жоқ жерде ұят та қорқыныш та жоқ екен. Бұл компенсаторлық мінез түрі. Ішкі жетіспегенді жалған жақындықпен толтыру әрекеті. Мен бай отбасында өстім. Үлкен үй, биік төбе, қымбат жиһаз. Бірақ сол үйде мені ешкім байқамайды. Анам үнемі бос емес, әкем де. Мен оларды жақсы көрдім, ал олар мені байқамады. Бала кезде ең қатты қалайтыным ата-анамның көңіл бөлгені. Маған бір сәт, бір минут уақытын бөлсе деп армандадым. Үйде қызметкерлер, жүргізуші, ақша кең сарай үй бәрі бар, тек махаббат жоқ. Ханым қалай қызым деген сөзді мүлдем естімедім. Ата-анамнан ешқандай сөз естімедім. Әке шешем тек маған ғана емес, бір-біріне өте сөйлеп, ақыра ажырастым. Мен екіге бөлінген үйдің ортасында қалдым. Біреуіне кедергі емеспін, екіншісіне ыңғайсыз естелік сияқтымын. Кішкентай кезімде әкемнің үйіне бардым. Бір бөлменің есігі жартылай ашық тұрды. Барып қарасам, әкем бір жас қызбен, екеуі де жалаңаш жабысып бір әрекеттер жасап жатыр. Мен кішкентаймын, санам әлі қалыптаспаған, мен түсінбедім. Бірақ көргенім санама қатқан. Мен өстім, сырттай бәрі жақсы сияқты. Әдемімін, жас, еркінмін, бірақ ішімде баяғы бос орын бар. Ол ешқашан болмады. Ата-анам әлі де алыс еді, ақшасы бар, уақыты жоқ. Сосын мені бір жер байқады. Телефон экраны ар жағындағы адамдар. Әлеуметтік желі, жартылай жалаңаш суреттерім, лайк, комментарий, каналдар, маған жетіспеген көңіл Назар. Сол кезде мен өзімді бар сезіндім. Назар махаббат сияқты көрінді, бірақ ол жалған еді. Мен оны кеш түсіндім. Бір күні әкем соттады. Ақша жоғалды. Мен оқуды дұрыс оқымадым, мамандығым жоқ еді. Қолынан келетін еш нәрсе жоқ. Ақшасы жалғыз қалды. Анамның қайда екенін білмеймін. Өте қатты қиналдым. Не істерімді білмей, интернеттен жұмыс істедім. Массаж, өзіміз үйретеміз,
қомақты оңай ақша табасың дегенге білдім. Бардым, ол жай ғана массаж екенін кейін түсіндім, кетіп қалдым. Бірақ келесі күні қайта бардым. Солай жеңіл жұмысқа кірістім. Сонымен қатар сол жердегі қыздар онлайн, яғни ғаламтор арқылы өзімнің тәнімді видеоға сатуды үйретті. Жаман емес ақша таптым. Ер кісілердің назарына әбден қанық болдым. Өзімді жоғалта бастағанды сол кезде сезбедім. Bir күні тері ауруына шалдықтым. Жұмыс жасай алмай қалдым. Бар тапқаным емге кетті. Осындай ауруға 3-ші рет шалдыққанда тоқтамасаң бәрін жоғалтасың деп дәрігерлер. Қорқсам да ақша біткен сайын қайта бардым. Осылай жылдар өтті. Bir күні салондамын. Қыздар клиент келді, қарсы ал деп. Есік ашылды. Әкем кіріп келе жатты. Ұзақ па ұзақ. Ол ішіне айтты. Мен де. Сол үнсіздік балалық шағымдағы барлық айқайдан қатты болды. Әкесі келді. Сол күннен бастап мен құтқардым. Мен өзімді құтқардым. Қазір мен сатушымын. Тапқан ақшам аз болса да өмір сүруге жетеді. Қарапайым өмір. Қазір айнаға өзімді аямай қарай аламын. Өз көзімнен қашпаймын. Мен әлеуметтік желіні өшірдім. Жалған назарды емес, тыныштықты таңдадым. Мен тәуелсізбін. Назар кетеді, келесі кейіпкерге. 4-ші хикая радикалды тұлға. Кейіпкерлер Қайрат, анасы, досы, жары. Менің есімім Қайрат, мен теріс ағымдағы дінге тәуелдімін. Яғни радикалды тұлғамын. Мен де бала болдым, бірақ еркін болмадым. Қайда барсам да анамның көзі, қайда болсам да анамның сөзі. Анамның назары өте қатты болды. Өзімнің қалаусыз бір қадам бастырмайтын. Олай істеме, мына дұрыс емес, мен сенен жақсы білемін. Сенің туған мен. Осы сөздерді естіп өстім. Мама, мен өзім жасап көргім келеді, қателессем де өзім деп айтқым келетін, бірақ аузымнан бір ауыз сөз шықпады. Достарымның арасында мамасының баласы болып өстім. Мамасының баласы деп тексердім. Оны біліп қойсам, мамамнан таяқ жейтін. Үстіме шаң жуытпай өсірдім. Осылайша жылдар өтті, ер жеттім. Мен өстім. Бірақ шешім қабылдауды үйренбедім. Оқуды анам таңдады, көлікті анам алды, жұмысты анам тапты. Тіпті жарымды да анам таңдады. Қайрат, біз өзіміз шешпейміз бе ештеңені? Анам енді бізден артық біледі. Келін, сен олай істеме. Мынаны былай істе. Қайрат, ол біздің отбасымыз ғой. Келін, балама жасыра бермей жүріп дүкенге барамыз. Қайрат, анаңнан бөлек шығаршы. Екі оттың ортасында қалдым. Анам өткенім, әйелім бүгінім. Ал менің өзім. Мен Қайратпын. Бауыр, сен дұрыс жолда емессің. Неге? Анаңның сөзі қарам, істері де қарам. Ол сенің өміріңе араласа алмайды. Ол сені туды, болды. Әйеліңді қадағала. Өзің тек құлшылықта бол. Әйеліңді оранды. Оранбаса талап бер. Төсекке қосылмап, тамағын ішпей бол. Осылай анамның айтқанынан әбден шаршаған мен жаңа достарымның сөзін сөйлей бастадым. Анам да әйелім де басында тыңдамайтын, кейін менің айтқаныма ақыры көндірдім. Бұл маған өте ұнады. Сол жаңа достарыммен уақыт көп өткізе бастадым. Солардан білім алдым. Менің жанымды тек сол достарым түсінді. Мен өзгере бастадым. Анам дұшпан сияқты, әйелім бөтен. Өмір тек достарым, яғни бауырларым айтқандай. Бұл біздің жол, шынайы жол. Жұмақ болудың ең жақсы жолын айтайын ба? Ол шейіт болу. Мұсылман бауырларың үшін соғысу, оларды қорғау. Біз ұстаздардың тапсырмасымен шетел асып барамыз. Сен де жүр. Сонда сен нағыз еркек боласың. Жұмақтық еркек боласың. Сол кезде қызым дүниеге келген, бірақ мен әке болуды емес, діндегі бауырларды таңдадым. Отбасымды алып соғысқа аттандым. Анаммен байланысты мүлде бұздым. Әйелім саған лайық емес. Біз ажыратамыз. Не? Қалай? Тура жолда жүрген бір бауырым бар. Әйеліммен бір айдай жүріп, оны да осы жолмен ажырастырып, басқа бауырмен қосқанбыз. Біраз уақыттан соң ол соғыста батырлығын көрсетті. Оған сыйлық ретінде сенің әйеліңді қосамыз. Сен де шаршаған шығарсың. Бірақ бір әйелден жақын уақытта соғыста елді танытсаң, одан да сұлуын алып береміз.
пышақ шығарып қорқытқандай болады. тура жолда бауырым үшін болса келісемін. Басқа мен қосылуға да қарсы емеспін. Ал қызым өзімде қаламын. Әйеліңмен бірге қызыңды да бересің. Оны өзіміз тәрбиелеп өсіреміз. Бізге қызмет жасайды. Неге ойланып қалдым? Бұл сынақ. Ойлан бауырым. Ертең келемін. Досы кетіп үнсіз. Жетер. Бұл дін емес, бұл қылмыс. Мен қаштым. Қорыққаннан емес, кеш болса да адам болып қалу үшін. Елге келсем, анам қайтыс болыпты. Мама, мені күтіп қайғыдан қан жұтып жүріп кетті. Мама, сен мені тұншықтырдың. Ал мен өзіме ие бола алмадым. Енді кеш. Бірақ қызым үшін, өзім үшін өмір сүремін. Еркіндікті ақылмен, дінді біліммен, өмірді өз таңдауымен сүретін боламын. Қазір әйелім қасында, қызым да өсіп қалды. Олар сіздердің араларыңызда отыр. Тұрып көрермендерге көріп қойсаңыздар болады. Көрермен арасынан мектеп жасындағы қыз бен әйел тұрып қол бұлайды. Қызым, жан-жарым, сол кездегі қателіктерім үшін кешірім сұраймын. Мен қазір тәуелсізбін. Қайрат Медет келесі кейіпкер келеді. 5-ші хикая. Қомағай. Кейіпкерлер сұлу, дәрігер, әже. Менің есімім Сұлу. Мен де тәуелдімін. Мен тамаққа тәуелдімін. Мен аш емеспін, бірақ қолым тағы да тамаққа ұмтылады да тұрақ. Қызық, қарным емес, жаным аш сияқты. Кейде ойлаймын, мен тамақты емес, сол тамақтың ішіндегі бір нәрсені ішетін сияқтымын. Жылулықты ма, назарды ма, әлде балалық шағымды ма? Мен кішкентай едім. Қалада тұрдым. Әке-шешемде жұмыс жоқ, кедейшілік. 90-шы жылғы тоқыраудан кейінгі уақыт. Сенесіз бе? Кейбір күні жейтін тамақ болмай қалатын. Пияз, ұн қуырып жейтінбіз. Ата-анам жұмыс жасаймыз деп шетелге келді. Мені ауылға әжеме тастап кетті. Ата-анамның аз уақытта келеміз дегені көп жылдарға созылды. Әжем қарады, жақсы көрді. Менен еш нәрсені аямады. Тіпті артық береді. Бірақ маған ата-ананың жылулығы жетпеді. Әжем бірдеңе алып келсе, мен тойсам да жетпейді. Себебі кішкентай күнімде көрген аштым. Ертең болмай қалса ше деген баланы көрдім. Қызым, саған қаймақтың жаңа піскен табанан алып кет. Жеп қой. Тойып жеп аламын. Жемеймін әже, тойдым болды. Әже, кейін жоқ болып қалмай ма? Нан мен қаймақ бітіп қалмай ма? Тағы да жейші. Қазір әкеліп беремін. Жеп қоямын. Сол кейін жоқ болып қалар деген ой менің ішімде қалып қойды. Қандай да бір стресске ұшыраған жағдай болса, тек тамақ жеп тынышталамын. Жыласам жеймін, қорықсам жеймін, біреу дауыс көтерсе жеймін. Тамақ менің тыныштандырғышым болып, кейін ол проблемаға айналады. Сіз тым көп жейсіз. Мен көп уайымдаймын. Мына анализ қорытындыларын қараңызшы. Жағдайыңыз мүшкіл. Егер тоқтап өзіңізді қолға алмасаңыз, мына ауруыңыз асқынып қиын болады. Дәрігер, мен бәрін түсінемін. Мен талай рет өзімді қолға алып көрдім, бірақ болмайды. Қазір қараңызшы, әлеуметтік желіні ашсам сұлулар, бәрі шетінен әдемі, оларды көріп, стресс, тамақ жеймін, қолам, айнаға қараймын, стресс, тамақ жеймін. Желіге суретімді өңдеп өзгертіп саламын. Ол жасандылық екенін түсінемін. Стресс, автобусқа отырамын, қысыламын, стресс, жүріп ентігіп қаламын, стресс. Дұрыс тамақты дайындаймын. Дүкенге кірсем қан, барлығы қан. Фастфуд тез, арзан, дәмді, бірақ жанға емес, денеге де емес. Бізді тойдырмайтын маған көбейді. Тек тәуелді етеді. Мен семірдім, айнадан қаштым, өзімнен ұялдым. Неге өзімді ұстай алмайсың деп, өзімді жек көрдім. Маған сізге маған емес басқа дәрігерге барып еді. Бір күні салмағым 200-ге жақындады. Өмірден мүлде күнде жүздім. Тек үйде тамақ жеп жата бердім. Солай емханадан бірақ шықтым. Өлім аузында қалдым. Емханада жаным өте қатты қиналды. Қимылдамағаннан, артық салмақтан аяғым жансызданып, бұл шүрге терісі зақымданып, кесуге дейін апарып тастапты. Яғни ампутация. Дәрігерлердің арқасында аяғымда өмірімде аман қалды. Осы ең төменгі халде жеткеннен кейін ғана өзімнің жағдайымды өзім шенбесем ешкім көмек бере алмайтынын түсіндім.
мен әлсіз емеспін, мен аш қалған баламын. Қазір мен тәуелділіктен арылып келемін. Баяу, ауыр, бірақ шынайы. Мен тамақты жау емес, құрал ретінде көре бастадым. Мен енді аштықты тамақпен емес, сөзбен, тыныспен, спортпен, өзіме деген мейіріммен басам. Мен әлі жолдамын, бірақ бұл жол менікі, тәуелсіз жол. Мен енді өзімді жек көрмеймін. Қазіргі образымды қабылдаймын. Мені тура осы күйімде қабылдайтын жандар да бар екен. Бір айдан кейін ұзату той болады. Бәрімізді шақырамын. Мен тәуелсізбін. Мен тәуелсізбін. Kedel келесі кейіпкер келеді. 62 Кая Нашақор. Кейіпкерлер Дарын, анасы, әкесі, қыз, дос. Менің есімім Дарын, мен де тәуелдім. Нашақорым. Мен кіші кезімде жаман бала болған жоқпын. Ата-анам мен достарыммен жақсы қарым-қатынаста болдым. Шынымен. Сабақты жақсы оқыдым. Үлгілі оқушы. Ата-анам мені мақтан тұтады. Достарым көп болды. Тек бір ғана нәрсе жетіспеді. Сіздерге күлкілі шығар. Ол қыздармен сөйлесу. Қыздың алдында тілім байланып, жүрегім дүрсілдей, ақылды сөздер басымды толтырып, бірақ сөйлегенде үнсіз. Немесе не болса соны айтып кетті. Осылай мектеп бітірдім, жоғары оқу орнына түстім. Достарым кейде сен өзі қызық ұнатасың ба деп әдейі әзілдейді. Университет қабырғасында да қыздармен жолым болмады. Осылай бірінші курс бітті. Бір досым болады. Барлық қыздар сонымен сөйлеседі. Оның сыры неде деп сұрап, әзілдеп дұрыс айтпайды. Bir күні екінші курс ортасында клубқа барды. Ей, сендегі үнемі қыздардан қашасың? Анау қыз саған қарап тұрмын, башай. Жоқ, мен қазір емес. Батыл болу керек. Досы қалтасынан бір зат шығарады. Ана не істеп тұр? Бақпа, бір рет қарап. Сол сәт, сол бір ескерту. Менің өмірімді екіге бөлді. Сол заттан кейін бірден жеңіл сезіндім. Тілім шешілді, көзім тіке қарай бастады. Сәлем. Сәлем, менің есімім Дарын. Сіздің есіміңіз кім? Есімім Талшын. Өте қуаныштымын. Мен де. Мына жерде дауыс естілмейді екен. Мүмкін тыныш жерге барып таныстығымызды жалғастырамыз. Әрине, қасымызда кофехана бар. Көрерменге сыбырлап, Мен де сөйлеп тұрмын. Мен емес. Бірақ мен сияқты. Сол заттың көмегімен менің сол таныстығым тамаша өтті. Мен сол дәрсіз, мүлдем сөйлесе алмай қалдым. Соңғы рет келдім, тек бүгін дедім. Бірақ ол күндер көбейді. Доза өсті, мақсат армандары кішірейді. Нашақорлардың қалай құрдымға кететінін, қалай болатын кинодан, әңгімелерден есіңе шығарсыздар. Тура солай болды. Қызбен танысамын деп, қабылдаған зат нашақордың өмірімен таныстырды. Соңында қыздар жайында қалып, таңертең оянғанда ойлайтын тек қана бір доза. Сол дозаны тапсам болды, қалғаны қыз емес. Сабақты да қойдым. Күнде дозаға ақша керек болды. Қасындағы жолдастарымнан оқу жасадым. Көп самай оқулықтарым ашылып, оқудан шығарды. Оқудан шығып қалғанында артынан білмеді. Балам, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі жақсы. Балам, көзің шүңірейіп өзгеріп кетіпсің. Ауырып қалмадың ба? Ой, жақсы бәрі. Бізге хабарласуды табылды. Соны уайымдап келіп тұрмын. Сол хабарласасыз сен де жететін еді ғой. Неге келіп алғансың? Мен хабарластым, күнде хабарластым. Балам, өзің жауап бермедің. Ой, сізде қолым бос емес. Үйде кісілер бар, ауылға қандай болмас. Жұмыс іздедім, жарнамадан жеңіл ақша көбер керек деді. Әрине есірткі таратып. Бірінші күн, бірінші рейс ұсталды. Әкем жасағанын мойнымен көтерсін деп, әдейі көмектеспей қойды. Әкеме өкпем қара қазандай болды. Анашым әкемнің сөзінен аттап өте алмай, уайымнан анам өмірден өтіп кетті. Әкеме өте қатты ренжідім. Анамның өлімі, түрмеге түскенім барлығына әкем кінәлады. Темір тоқ. Түрмеде 8 жыл. 8 жыл ойладым. 8 жыл өзіммен сөйлестім. Сол жерде мен алғаш рет нашасыз адам болуды үйрендім. Бұның барлығына әкем емес, өзім кінәлі екенін түйсігіме жетті. Өзімді кінәлады. Жазамды өтедім, бостандыққа шықтым. Ең бірінші әкемнен кешірім сұрағым келді. Баратын жерім базартауым болмады. Мені тек жалғыз қалған әкем ғана қабылдады. Мен сол кешірімді әлі сұраған жоқ. Бүгін сұрайын деп шештім. Менің әкем
бүгін сіздердің араларыңызда отыр. Дарын барып көрермен арасынан әкесін алып шығады. Әкесі аңтаң. Бұлай сахнаға шығатынын күтпегендей. Міне, менің Асқар әкем. Анам әкемнің шамшары. Арғы дүниеге аттанғаннан кейін мен түрмеде отырған 8 жыл аралығында деменцияға ұшыраған, яғни жадынан айырылған. Әке, сізден кешірім сұраймын. Мына ақымақ балаңызды кешіріңізші. Менің түсінгенім, санама жеткені, әке тәуелділікке ұрынған адам өзі ғана емес, өзі ғана зардап шекпейді. Оның жақындары одан бетер зардап шегеді екен. Мен тек өзім қиналмай, папау, мен сіздерді де қинап қойдым. Мен мұны кеш түсіндім. Егер осылай боларын білсем, әке мен нашақорлыққа мүлдем жоламайтын едім ғой. Мені кешіріңізші. Қазір менде бәрі жақсы. Жұмыс жасап жатырмын. Үйленейін деп жүрген қызым бар. Ертең келініңізбен таныстырамын. Әке, мен енді тәуелсізбін. Мен тәуелсізбін. Әкесі ұшақтайды, екеуі шығып кетеді. Психолог үміткер. Сіздер тыңдаған хикаялар осындай. Шынайы болған хикаялар. Маған адамдар жаман әдеттерін алып келеді. Ал мен олардың артынан бір ғана нәрсені көріп тұрамын. Ауырып тұрған жанды. Қазіргі заман тәуелділіктен заман. Біз бұрын аштықтан қорқатынбыз. Қазір жалғыздықтар. Адам неге тәуелді болады? Тамаққа, телефонға, әлеуметтік желіге, алкогольге, ойынға, біреуге. Неге? Себебі тәуелділік ләззаттан емес, бос орнынан болады. Бала кезінде назар жетпесе, ол өзін басқа жолмен жұбатуды үйренеді. Сөйлеспесе экран сөйлейді, құшақтамаса тамақ жұбатады. Түсінбесе заттар тыныштандырады. Бұл адамның әлсіздігі емес. Бұл тірі қалу тәсілі. Бірақ уақыт өте сол көмекші қожайынға айналады. Маған жиі сұрақ қояды. Кім көмектеседі? Бәрі ме психологқа, жақындарыма? Мен айтамын. Алғаш көмектесетін адамның өзі. Өз проблемасын мойындаған сәттен бастап, содан кейін ғана тыңдай алатын адам. Айыптамайтын отыра кәсіби көмек керек. Ал шығу жолы бар ма? Әрине бар. Бірақ ол тез емес. Шығу жолы себепке қарап. Мен неге бұған мұқтаж болдым деп сұрауым. Аштық емес, сол аштықтың артындағы сезімді қану. Өзіңді жек көруді деп табу. Өзіңмен күреспей, өзіңе қамқор болу үйрену. Тәуелділіктен шығу бір күндік шешім емес. Бұл ұзақ жол. Бірақ ол жолдың соңында еркіндік бар. Мен соған сенемін. Өйткені күнде соны көріп жүрмін. Көрермендер арасынан бір көрермен қолын көтереді. Кешіріңіз. Я тыңдап тұрмын. Мен де айтсам болады ма? Сахнаға шықсам рұқсат па? Мен де тәуелдімін. Келіңіз, қуана қарсы аламыз. Бүгінгі жиынның мақсаты осылардың алдын алу және сіздерге көмек көрсету. Келіңіз. Ортаға тұрыңыз, мархабат. Рахмет. Мен кішкене қысылып тұрмын. Мұндай сұрау екен. Неден бастасам болады? Менің есімім Жігер. Мен мұлдаманмын. Мектеп кезінен бастап маған бір қыз ұнайтын. Әдеттегідей оны қарата алмадым. Байдың баласымен қосылып кетті. Соған заланып көп ақша тапқым келді. Ол ақшаны азарт ойындарынан іздедім. Ұтылдым. Ұтқанымды қыздарға жұмсадым. Үнемі ақша керек болатын. Барлығына әдеттегідей қарызбын. Үйден бағалы заттарды ұрладым. Дос, туыстарымнан ұрладым. Осылай университетті бітірдім. Жұмысқа тұрып 2 айдан кейін кассадағы 5 миллион ақшаны ұрлап алып шықтым. Ол ақшаны мені түрмеге жаттырмау үшін әке-шешем шырылдап жүріп кредит алып жатыр. Үйді сатты. Мен үшін арнамайды. Әке-шешеммен Кореяға жұмысқа бардым. Ол жақта да ойнадым. Әріптесіме қарыз болып, онымен төбелес шығарып, мәжбүрлі депортацияға ұшырап, елге келдім. Әлде әке-шешем Кореяда. Қартайса да 14 сағаттық ауыр қара жұмыс жасауға мәжбүр. Қазір күндігіне көлікті жалға алып, такси қызметін жасаймын. Осы тақырып болған соң қызығып келген осында. Қазір сахнадан қызық. Мен де ұлдаманмын. Шынымды айтсам,
көліктің астына түсіп өмірімді тоқтатқым келіп жүрген. Мен де өмір сүргім келеді. Осы уақытқа дейін мен өзімді бақылауда ұстап отырмын. Менде ешқандай проблема жоқ деп ойлап келгенмін. Мен тәуелдімін. Мен де тәуелсіз болғым келеді. Жарайсыз жігіт, сіз ерлік жасадыңыз. Бұл алғашқы қадамыңыз, мойындадыңыз. Сіз де тәуелсіз болдыңыз. Осы қойын өткеннен кейін маған жолдың сізге міндетті түрде көмектесіп, орныңызға отыра беріңіз, көрдіңіздер. Тәуелді жандар өте көп. Өзіңіз тәуелді болмасаңыз да, таныстарыңыздың ішінде бар. Тағы бір шындық бар. Ел ешқашан сырттан басталмайды. Адамды ешкім күшпен емдей алмайды. Жақындар жыласа да, достары кетіп қалса да, бәрі дайын тұрса да шешім адамның өзінен шықпаса, өзгеріс болмайды. Көп жағдайда маған адамдар өмірінің ең соңғы күніне жеткенде ғана келеді. Бәрінен айырылғанда. Денсаулығы сыр бергенде, ұят жеңгенде, жалғыз қалған кезде, сол кезде ғана айтады. Менің проблемам бар екен деп. Бірақ мен әрдайым бір нәрсеге өкінемін. Неге адам сол күніне жетпей тұрып тоқтай алмады? Өйткені тәуелсіздіктен айқайлап келмейді. Ол сырғылап басталады. Соңғы рет басқалар да солай, мен бақылап тұрмын. Ал шын мәнінде бақылап аяғында қолдан шығып кеткен болады. Ең үлкен қадам өз-өзіне шыңғыстайды. Мен тәуелдімін деп. Бұл әлсіздік емес, бұл бақылдық. Сол мойындаудан кейін ғана ең басталады. Дәрмен емес, сөйлесумен, түсінумен, жараның қамымен. Күніне жету міндет емес, ирау емнің шарты емес. Адам өзін жоғалтып тұруға, өзін сақтап қала алады. Ертерек мойындау ең тиімді. Өмір қайта бастауға мүмкіндік беретін процесс. Ал шешім әрқашан өз қолдарында. Осымен біздің тәуелсіз топтық терапиямыз аяғына жетті. Барлықтарыңызға көп рахмет. Көп рахмет. Режиссер Саламат Билен, драматург Саламат Билен. Барлықтарыңызға саламатсыздар ма? Біздің театрдың актері осы байымызда Астанада театрдың актрисасы Сәдіғалиева Балнұр, театрдың актері Кенжебек Нұрдаулет, театрдың актрисасы Габдуллина Диана, театрымыздың актері Жолдасбек Мадияр. Бізде арнайы сыйлықтар бар. Ең Саламат Бізде арнайы көп рахмет. Осындай күрделі тақырыпқа пьесаны оқыңыз. Енді біз талқылауды бастасақ, егер пікірлеріңіз болса, айта беруіңізге болады. Бастайды. Онда біз бастасақ, сізге осындай идея пьесаны қалай келді, қалай ойландыңыз осы пьесаны? Бұл пьесаның дүниеге келу себебі бұл шынайы оқиғаларға негізделіп жасалған. Бұның бұл тақырыптың ауырлығы бұл осы алып кейіпкер бөлімде бар. Бұл кейіпкерлер мен кейбіреулер жақын таныстарым, кейбіреулер таныстарым. Яғни бұл тәуелділік туралы сахнада айтылу керек, бұл тақырыптар қозғалу керек, себебі бұл тәуелділікке шалдыққан адам одан арыла алады. Оның басты арылу қадамы өзінің тәуелді екенін мойындау. Бұл жерде біздің кейіпкерлерде өзінің тәуелді екенін мойындап, одан кейін барып жазылу жолына түседі. Менің баста айтқым келген идея осы. Осылай тәуелділікке шалдыққан таныстары бар, немесе тәуелділікке шалдыққан адамдар көрсе, бұл жанрдың өзін қойып көрген, ол жанр бар ма жоқ па? Драма терапия деп тұрған себебі, жазылған себебі осы. Пікірлеріңіз болса, айта беруіңіз болады. Мүмкін вопрос можно? Значит, если я правильно помню, вы говорили вчера, что эту пьесу вы тоже хотите ставить.
пускать театр. Я хотела спросить, вот вчера был спор такой относительно того, что часто современная пьеса – это набор монологов, в которых очень мало действия. Как вы, как режиссер, будете ставить свою пьесу, которая набор монологов с малым количеством действий? Да. Бұл жерде бір жақсы жері мен Әзербайжан мәмбет театрының актерімін, режиссерімін. Бұл драма KZ жобасының басты мақсаты осында келген драматургия, ол сахнаға өмірге, сахнаға келіп, сахнада сахналану ғой. Бұл жерде менің басты құралым, мен өзім режиссерім, өзім жазған шығармаларды мен қоя беремін. Осы уақытта дейін 3 шығарма жаздым, үшеуі де біздің сахнада болады. Тәуелсізде мен қойып жатырмын. Ол драматургия жазған кезде басқа бір бөлек болады, ал сахнаға келген кезде ол мүлде басқа жұмыс болып шығады. Сондықтан мен қазір қойып жатқан тәуелсіз спектакльінде мүлде басқа бағытқа кетіп қалдық. Детективный жанрға кетті. Яғни бұл жерде дәл осы күйінде өмір сүруіне болады, бірақ келген көрерменге, ойнаған актерларға қызық па деген туындады да біз тиімді жағына кетіп қалдық. Ол тәуелсіз 2.0 деген менде қазір бар. Егер қызық болса, мен чатқа жіберемін. Оқып көріңіздер, тура осының сахналанып, қазіргі сахнаға туып жатқан кездегі екінші пьеса. Осы кейіпкерлер, көп кейіпкерлер қысқарып қалды, кейбіреулер қосылды, жанр өзгеріп, бағыт басқа бағытқа кетіп қалды. Осылай болды. Борьба драматурга и режиссера в одном теле. Мен де сұрақ қойғым келіп отырмын актерға. Актерларға енді жастар болса, мынандай мәселеде сіздер режиссер, автор бәрі бір тұлға. Қалай қайрат балшығасы да өзінде. Жарайды. Ол автор болғасын жерде біздің ол кісіміздің берді, ол біледі қайтып дейді. Сіздер актер ретінде осы пьесаны сахнада көргенде қалай көрдіңіз? Мына жерде ішінде көп сөз. Сіздер әрекетте қолға сахнада әрекет деген мәселе бар ғой. Ол жаңа қалай болмақсы? Актерлардың сіздер білдіңіз. Пьесаны берген адамдар. Бізді ең бірінші оқыған кезде осы сұрақ. Біріншіден бұл жерде тақырыптары өте қызық та, бірақ персонаждардың бір-бірінен күрес қақтығыс жоқ ішінде деген сияқты аз. Сондықтан бұны может режиссермен ақылдаса отырып, егер қоятын болса, может жаңа автор айтқандай басқа бағытқа кетер ме еді деп ойлады. Шынына келгенде бұлай ойлау тоже қиын. Негізі пьеса жалпы жаңағындай режиссер қалай жасайын десе де соған икемдік пьеса. Бұл жерде қатып қалған нәрсе жоқ. Оқиға бар, текст бар, ал сен оны қалай жасайсың, ән қосасың, би қосасың, қалай келтірсең де соған икемдік пьеса. Жалпы негізі әлеуметтік шығармаларды сахнада қою өте ыңғайлы. Бұл нәзік тақырып қой. Сондықтан бұл шығармамен жұмыс жасау үшін, бұл спектакльді қою үшін бір фантазиядан бөлек бір зертханалық жұмыс керек та. Психологтармен сөйлесу керек, кейде андай бір арнайы этикалар бар ғой. Кейбір тақырыптар сахнадан көрінбегені жақсы, кейбір тақырыптарды ашып көрсету керек. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде тек қиялмен отырып, осылай болса екен, бұлай әдемі көрінеді, бұлай күшті болады деп сахнаға қоя салу, бұндай әлеуметтік шығармаларды өте дұрыс емес. Өйткені бұндай тақырыптағы шығармаларда міндетті түрде командада бір немесе бірнеше психолог болу керек деп ойлаймын. Расымен де бір маңызды, өзекті мәселелердің басын біріктіргенсіз, қоғамдағы қаншама дерт, соның барлығы бір сахнада жиналған. Енді мына жерде қазір жалпылама драматургиясы бойынша айта кетсем, сіздің кішкене деталь бойынша сұрақ қойылып отыр. Жалпылама барлығыңыз айтып отқандай, Амангелді ағай айтқандай, менде де сондай ой болды. Барлығы жай ғана айтып отырды. Негізі бұлардың барлығы қиын сынақтан өткен кейіпкерлер болғандықтан, оларды жалпы мына алаңға, психологтың алдына алып келіп бүкіл халыққа айтуға қандай мотивация итермелеп тұр. Тура мен секілді болмаңдар деп айтқысы келіп тұр ғой, негізі сіздің айтқыңыз келген. Бірақ та бәрібір де мысалы кейбір адамдар өзінің
өткен өмірін жасырғысы келеді. Оларда сондай қандай күш, дәл осылай айтып тұр, және бұл психологтың кейіпкерлерге қандай әсері болды, осылардың бәрімен жұмыс жасады ма? Бір соңғы жағында да бір психологтың сөзін немен аяқтағансызда болмайды олай деген секілді. Меніңше алдағы уақытта, енді білмеймін сіз қалай қойып жатырсыз режиссер ретінде, бірақ та егер де дәл осы драматургиялық нұсқасын алып қарайтын болсақ, конфликт, қызықтырақ, интрига қосу үшін әрқайсысы бір психологпен байланыстырып па, немесе бір-бірімен байланыстырып па, өйткені бәрінде бір дерттен өткен ғой, бәрінде бір сынақтан өткен. Сондай бір нәрсе ұсыныс сізге, иә, ол ешқандай кемшілік нәрсе емес. Сол жағын көруге болатын шығар. Сол кезде мүмкін кейіпкерлер арасында да байланыс, сосын көрермендердің де сұрағы, мысалы, не үшін олар келіп отыр? Жай ғана басынан өткен айтып беру үшін емес қой, тағы да бір қызықты бір мотивация болу керек та, не үшін кетіп отқан. Одан кейін мына жерде сіз жаңағы курьер жарнама есірткіні курьер жарнамалап, оны жарнамадан көрдім дейді да. Қандай жарнама болады, есірткіні тасымалдау керек? Жоқ, ол жерде айтылмайды есірткі туралы. Ол жерде тайный покупатель, тайный курьер, сіз 2 килограммға дейін ғана сатасыз деп көп ондай жарнамалар. Сіз ішіне кіріп, жарнама сонда жай ғана бірдеңе тасымалдау керек деп қана тұрады, барған кезде білінеді. Сіз ары қарай жаза берсеңіз, ол әртүрлі телеграм каналдарға лақтырады, ең соңында есірткі екенсіз. Жақсы, сол жер кішкене әйтпесе бірден есірткіні тасымалдау керек дейтін жарнама секілді болып қалды, ондай жарнама болмайды ғой негізі. Жеңіл жарнамадағы жеңіл ақша курьер керек деп, сосын барып істелінеді. Иә, жақсы. Рахмет. Бұл жерде мына жер мен драматург болғанда да мен режиссерді өшіріп тастай алмаймын ғой. Сол жерде режиссер ретінде жазғанда бұл берілген пространство, бұл клуб анонимных зависимых дейді ғой. Ол психологтарда бар, мысалға анонимный алкоголиктер, анонимный наркомандар деген. Бұл жерде тура сондай жерге психолог отырып, қалған кейіпкерлер осылай шеңберге отырып, бір-біріне айтып отырған әңгімесі сондай жанрда берілген жазған. Көрерменде бар ғой. Ол көрермен сырттан көруші. Көрерменде де сөйлейді ғой, сіздің келісаңыздар. Ал клуб анонимный алкоголик олар өздерімен өздері отырады. Ешкім артық нүтпейді. Шеңберде бәрібір тіпті олар аттарында айтпайды. Мен берген елде ол көрермендер туыстары болған. Оны сахналау барысында әртүрлі жағынан ашуға болады негізі. Көрермен деген ол пьесаның ішіндегі көрермен емес, бәлкім сіздердің осында отырған адамдардың атынан сөйлеген адам болып. Оны рөлге салып болады. Режиссердің фантазиясына байланысты негізі. Негізі режиссер әлі драматург болу өте қиын жұмыс ол. Өйткені сен көп режиссерлар өз пьесасын шығарғанда былай қоямын деп елестетіп жүреді. Негізі соны өзі айтып отыр ғой, мен жаңағы сол үшін спектакльдің өзін көру керек, шақырасыздар. Жүрісті астан бар. Режиссер мындай сұрақ, сіз сахналасаңыз осы пьесаны қалай жасадыңыз? Ойланбадым. Жалпы біз өзі бір 6 рет ба пьесаны қолға алғанын оқып шыққанбыз. Егер мен сахналайтын болсам, біраз жерін классикалық шешіммен көрсетілген. Осы пьесада бір жетпей қалған, менің жай өзі ғана ойым, біткен сыншы болып білесіз ба, айта беретін біз, бірақ бір ғана ойым. Шығармаға бетке көңіл төлмейді. Жоқ, шығармаға байланысыз тағы бір оқиға, адам мен адамға деген тәуелділік бар жоқ, зависимость человека деген. Осы мәселе секілді дүниелер әттеген ай болып қалып тұрды осы пьесаның ішінде. Соны қойған кезде кез келген режиссер бір дүниені іліп алып, қалған соның айналасында кәдімгідей елкадағыдай харап болып қалып, өте бір жақсы картина шығаруға болады. Но негізі қазір бізде мемлекет театрларда госзаказ деген дүние көп қой. Соны өте жақсы келеді. Қазір адал азамат бар, заң тәртіп бар, заказ түскен кезде міне деп көрсетуге келеді. Ал егер частный театрларда шынымен бүйтіп көтеретін болса,
Егерде драматург рұқсат ететін болса, егерде режиссер постдрамалық көзқараспен жасайтын болса, мынау тек бейдір сияқты болып тұр мен үшін ше, үстін бетіндегі мына проблемалар ары қарай қазбалау маңыздырақ секілді. Актерлар үшін де, режиссерлар үшін де. Сол қазылған дүниені, соның түбін тамырын осы сценада көрсетсе, безусловно, шикарный спектакль болушы. Өткен өмір керек. Бірақ көп проблемдері шығартылып Иә, ол өмірдің өзі солай ғой. Негізі бұл жердегі шынайы өмір бұдан да ауыр ең шығармамыз. Мынандай чатқа жіберіп екіншісін де оқып қойыңыздар, қызық болады. Мынандай ой пайда болды осы пьесада оқығаннан кейін. Біз бір бытовой игра болады деп айтады ғой терминді театрда. Бытовой игра, бытовой игра. Бірақ мен өмірімде қатты бытовой драматургиямен бірінші столкнулся осы жаңағы мынау көп қоғамда бар өзекті мәселелер бар, бәрі әркімнің басында бар нәрселер. Жаңағы ойындар беріп кету, мынау ойындар беріп кету, басқа да компьютерлік ойындар беріп кету, бәрі мынау қоғамның бүгінгі алдына адамдардың алдына қойылған. Ama айту дұрыс секілді болып көрінеді. Бізде маңдайды, қазір сізде мына пьесада әйтеуір бар жаңағы өзінің қасындағы бәрін жинап деп бар проблемаларды салып қойғасын, әрекет жоқ. Сол üzere. Әрекетке енді біз айтып отырмыз ғой, біз мына текстоцентристік пьесаларды кетіп жатқан заманда әрекетке көбірек мән беріп жатқан кезде сіздің немізді мынау мәтінде отырғызып қойдыңыз. Актерлар отырып сөйлей береді. Бұл енді айтып қойды, шынында қазір кетіп бар. Көбісі форма пластика деп жатқан кездері жаңағы айтқан өте дұрыс айтып отыр. Осының ішіндегі бір проблеманы азбалап, түп-төркініне жетіп мысалы кететін болсаңыз, оныңызда бір пьеса болып шығады. Әрбір проблема бір пьеса болып шығады. Иә, ол алтын алып соның біреуін егер режиссер қаласа, бір ғана шығармасын алып қойып ары қарай бізде меніңше ойлаймын, біздің драматургтерімізде осы жағынан келіп кездерінде әлі де болса жаңағы проблеманың түбіне дейін қазір аяғына түбіне жеңдік тым жақсы деп шығаратын болса, шығуы неден осы ойынға беріледі. Сол жағы психология жағынан ашылатын болса, әрине текстпен жұмыс етуге болар текстпен. Ал мына жерде мен алдында сұрағым несі ғой, жалғасы ғой, мен мысалы сағын неден көріп отырған жоқпын, әрекетке қорққан спектакль болмағасын жерде бұл енді дискурс бола ма спектакль. Көрерменге сұрақ қойып, Залманикаларға жаңағыдай, оларды да сол неге кіргізіп жіберді ма, сіздердің орталарыңызға жаңағыдай. Психолог көрермен залдан шығар ма, бір-екі адамды сөйтіп кетуге болған шығар, бірақ сонда да айтар едім, болашақта егер проблеманы сіз енді біліп отырсыз, қоғамда бар, өткір мәселе көтеріп отырсыз, бәрін толғантқан мәселе. Бірақ айтып ғой, бір кеште, бір жарым сағаттың ішінде бүкіл проблемалардың бәрін уақытыңыз бастай салыңыз, бұл ауыр осы секілді еді. Егер жаңағының әрқайсысын бөлек алып айтатын болсаңызда, әртүрлі тағдырлардың байланысты. Не себепті? Кеше мысалы өзіңіз қатысыңыз көрдіңіз, анау деколонизация деген мәселе. Бізге айтады ғой, біздің санамыз дейді, мынау көшпенді халықтың санасы 20-шы жылдарға дейін басқаша болып кетті, кейін кеңес үкіметі келгеннен кейін біздегі салған не? Салмақ, жарақат. Біз әлі жазылған жоқпыз одан. Сол жарақат, жаңағы мыналардың бәрінде де бар. Мысалы, алқаш болып кетуі. Болмаса тағы да бірдей түсіп кету, бұл енді адамға тән деген өзінде біздің санамыздағы кейбір жарақаттардан болу. Соны енді тереңдеп аша алатын болсаңыз, тамаша пьеса болар еді. Енді айтып ғой, пьеса әрине. Жігіттер айтып отыр, қоюға болады, пьеса бар, қызықты тақырыптары көп жаңағы айтатын мәселелер өте өтіп, бәрін жинап беріп отырсың, сондықтан өзіңізге де сәттілік тілеймін. Егер ертең өзіңіз мысалы бір театр шақырып жатқан кезде не қоясың деген кезде мен өзім пьеса бар еді, мына алып қойып тұрсам, ол болған да туады. Мен соны қараса айтты. Болашақта сіз әрі қарай жазатын шығарсыз деген ойдамын. Драма кезінде емес, басқа конкурстарда да сол кездері жаңағыдай осындай бір мәселелерді тереңнен қазір реттеп болсаңыз өте жақсы болады.
рахмет, келгеніңізге қатысқаныңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, көркем қандай да бір көркем шығарма қалыптасында ол белгілі бір тақырыпты көтереді да, ол ешқандай тақырыпты көтермеген көркем шығарманы ешқашан көрмеппін де, оқымаппын да, қарамаппын да. Сол себептен бір тақырыпты көтермейтін шығарма болады деп мен ойламаймын шынында. Бәлкім ол андай таланттың деңгейіне шығар, шынайылықтың деңгейіне шығар, көтерген тақырып әдемі болып ашылады, немесе орта деңгейде қалып қалады, немесе мүлде ашылмай қалады да, назардың барлығы бір басқа бір андай формаға ма, немесе сюжетке ме, немесе басқа бір деңгейге ма алып кетуі мүмкін, әлбетте. Дей тұрғанмен де қалыптасқан кезде оның барлығы әуел бастан мен осымен бірдеңе айтайын деген ниетпен шығады деп ойлаймын да. Ал нақты мына жерге келетін болсақ, жалпы мен бұрындарда айтқанмын, осы драма KZ фестиваль аясында қазір де бір қайталап өтейін. Менің көзқарасымда қандай да бір мәселелер олар бірнеше бөлікке бөлінеді да. Біріншісінде біз қандай да бір мәселе деп мойындағымыз келмейді да. Әлемде бар, бірақ та бұл мәселе емес, бұл проблема емес қандай да. Бұдан басқа проблемалар толып жатыр ғой. Неге бұны мыжғылай береміз деген позиция болады да. Бұдан екінші позиция бар. Иә, бұл проблема, бұның шешілуі керек, әлбетте мойындаймыз дейміз да, бірақ жүрегіміздің түбінде ол өзімізбен тікелей байланысы жоқ та. Мысалы, лудомания тақырыбына көбіміз мысалы мен лудоман емеспін, мен жақын досым да, туысым да лудоман емес та. Мен қоғамда иә, лудомания бар, ол жөнделу керек деп, андай адам болғаннан кейін жан ашу қабілет бар болғаннан кейін мойындаймын да, бірақ та менің тікелей өзіме қатысты болмағаннан кейін мен лудомания туралы әңгіме айтсам, ол шынайы болмайды да менің тарапымнан. Енді және де үшінші проблемаға келген кезде үшінші тақырып дегенмен, үшінші көзқарас иә, проблема бар дейміз, барлығымыз мойындаймыз, және де тікелей сол проблема өзімізге қатысты болып тұрады да. Авторларға жалпы андай қандай да бір шығармашылық тудыратын адамға келген кезде, жалпы мен өзім сол автордың сол көтеріп жатқан проблемаға қатысты андай бір жеке бір андай көзқарасын ба, жеке бір андай сезімін ба, жеке бір конфликттің ба көргім келеді да. Мен осы мынандай болып, мен осы себептен осыға алаңдатады, мен осы проблеманың ішінде менде конфликт деп толып жатыр менің ішімде деп бір анандай бір. Сол кезде оның жазған шығармасы оның бір жанайқай сияқты болып кетеді да. Анау соған ашық болып қаласың сен шығармаға. Ал мына жерге келген кезде өкінішке орай мен ондай байқаған жоқпын да, өйткені бұл көтеріліп жатқан тақырыпта сөз жоқ. Қоғамда дерт болып кеткен әңгімелер, бірақ та шығарманы жазған автордың өзіне бұл андай жеке өміріне қатысы жоқ сияқты да бұл жерде мәселе. Бұл мен өзімнің түсінгенімде маған мен пьеса жазғым келіп тұр, мен не туралы жазсам болады, мен бір проблемалар туралы көтеріп жазуым керек қой. Қоғамда қандай бір өзекті мәселелер бар? Лудомания, проституция, мынандай деп, соның барлығын теріп алып, мен осылардың әрқайсысы туралы қозғап шықсам, осылар туралы бір позициямды білдіріп шықсам деген бір ниеттен туындаған сияқты да мына шығарма. Енді мына драматургтердің фестивалі, бұл жерде пьеса оқылады, және де пьеса осы талқылауға ұсынылады да, жалпы көрермендік сотқа дейміз ба, қалай дейміз, пьеса ұсынылып тұр да. Сіз айтып отырсыз, бұл енді алғашқы нұсқасы болғаннан екінші нұсқам бар, тәуелсіз 2.0 деген нұсқа бар, қаласаңдар соны да жіберіп оқып көріңіздер дегенді айтасыз, бірақ та егер де неліктен бірден тәуелсіз 2.0 деген версияны жібермедіңіз мысалы ше? Неге мынаны жіберіп алып, басқасын енді басқа туралы әңгіме айттыңыз жаңа мына жерде? Мен соны да түсінбей қалдым. Және де неге бір драматургиялық шығармаға сізде бір андай бір черновой вариант, негізі драматургтың жұмысы ол черновой вариант. Негізі режиссердің жұмысы главныйрақ дегендей бір отношение бар сияқты да. Өйткені театрға ол спектакль болып қалыптасады, спектакль ол дайын, готовый продукт, ал драматургтың жазғаны ол черновой такой, кішкене осылай қалыптастыруға болады да, бірақ одан кейін оны ары қаратай бүйтіп дальше одан да күштірек қылып істеп жіберуге болады. Сол себептен
бұның қалай болатынын көру үшін енді тағы ойлану керек деген. Бірақ та драматургиялық шығарма да ол өз алдына дайын, өз алдына біткен көркем туынды емес пе сонда. Бұны ары қаратай не істегіміз келсе де енді өзіміз білеміз ғой, режиссерлар өздері біледі ғой деп өйтіп драматургиялық шығармаға қараған мен дұрыс емес деп ойлаймын. Иә, әлбетте режиссер неше түрлі интерпретация жасай алады, бірақ та қандай интерпретация жасағанымен де ол шығарма, ол автордікі болып қала береді ғой. Мысалы Шекспир, Ромео Джульетта болсын, миллиондаған режиссерлар неше түрлі қояды, бірақ ол бәрібір де Шекспирдің шығармасы болып қала береді ғой. Ол мына жерде сіз неге драматургиялық шығармаңыздың өзі өз бетінше шығарма болып қала беретіндей етіп қалыптастырып, солай ойланбайсыз деген ғой мен айтып жатқаным. Және де неліктен өзіңіздің жеке өзіңізді былай қатты мазалайтын тақырыпты қозғамайсыз деймін. Өйткені мына жерде сіз қоғамдағы өзекті тақырыптардың барлығын біріктірдіңіздер, жинақтадыңыздар. Міне мынандай проблемалар бар, мен ол туралы осылай ойлаймын деп тізіп бізге ұсына салдыңыздар, бірақ та бұл проблемалар туралы бәріміз де осылай ойлаймыз. Маған мына проблема пофиг деген не жоқ қой. Мен өзімді драматург деп есептемеймін. Өзімді актер ретінде есептеймін, режиссер ретінде есептеймін. Ер кісінің үш жұрты болады дейді ғой. Өз жұрты, қайын жұрты, әйелдің жұрты. Қазіргі кезде менің өзім жұртым актер, қайын жұртым режиссер. Қазір драматургия келіп үйленіп танысып жатырмын да. Үшінші жұрт пайда болды. Бұл жерде мені жеке өз басымды қозғайтын проблемадан басталған удаманиядан. Бұл жерде негізгі новелла бүкіл 6 кейіпкер удамания. Ол 6 кейіпкердің де оқиғасы удамания туралы екен. Бұл удамания менің екі ағамның басынан өткен, әлі де өтіп жатыр, туған інімнің басынан өткен. Ол әлі де таза үстінде. Жеке ол жаққа жаздым. Барлық история удамания туралы болған кезде әр историяны көрерменге немесе оқушыға ол удамания туралы оқи берген қызық емес болып ойландым да. Сіздің айтып отырған пікіріңізге өте дұрыс. Ол удаманияның қасына басқа нелер осылай просто қалды. Менің мақсатым бұл жерде кез келген режиссер немесе кез келген драматург осы тақырыпты алып, мына кейіпкерді нақты өзгертіп салып, басқа жолға салып жаза берсін. Ешқандай қарсылығым жоқ. Мен просто ой салдым. Сол ғана менің мақсатым сол болған. Ол драматургиялық шығарма болсын деп, оны біреу оқысын деп, қойсын деп емес. Өзімнің удамания мені қатты мазалады да, солдан туған дүние. Ал басқа келген көрермен оқыған оқушы қызық болсын деп басқа тақырыптар қостым. Сіз мысалға қазір әртүрлі актуалды тақырыптарды алып отырсыз ғой. Сол тақырыптармен жұмыс жасап барысында зерттеп көрдіңіз бе? Мысалы сіз ойламан туралы айтып жатсыздар. Енді әртүрлі адамдарды айтып жатсыз ғой. Әртүрлі адам әртүрлі себеппен келуі мүмкін да. Сол мысалға әр себепті зерттеп көрдіңіз ба? Мысалға мен актриса ретінде оқыған кезде шығармада алғашқы демдегі болады ғой. Алғашқы былай шығармада бір зацепить ұстап қалатын дүние болады да. Мен шығармада жанын көрмедім, персонаждардың жанын көрмедім. Персонаждың бар деген ғана көрінді да, бірақ оның жаны, ол неден келгенін айтқыңыз келген, бірақ обобщенно айтылғанда ол әртүрлі адам болады ғой, бес болса бірдей емес болған сияқты, әр адамның жаны әртүрлі болады ғой. Сол туралы зерттеп көрдіңіз ба? Қандай да бір специалистермен сөйлесіп көрдіңіз ба? Өйткені бұл өте нәзік тақырып болғандықтан, енді сіз бәрібір қазір айтып тұрсыз, мен драматург емеспін деп, бірақ дей тұрғанмен сіз қатысып отырғандықтан сондай бір өзіңізде интерес болды ма, или сіз өзіңіз көрген, таныс, білгенмен ғана жаздыңыз ба? Осы қызық па? Мен әр тақырыпқа терең зерттемесем де зерттедім, барлығының себептерін қарадым. Ол проституция, нимфомания деген неліктен пайда болады, ол обжорство деген пайда болады. Әр тақырыпты уақытымды арнадым. Әр тақырыпты көп уақыт арнамасам да уақытымды арнадым. Kişinin çıkıyor, balıklar imzaladı.
жаңағы жатқан бір кісі неге менің просто бір өзім басыма өтімдері бір неміз болды танысымыз. Жаңағыдай араққа салынған қоя алмайды. Отбасы бар, немересі бар, арақ қоя алмайды. Енді қойдыру керек, денсаулықтан кетті. Қойдыру керек, бірақ ол үшін өлімге барады. Енді соны айналайын сен өлдің ғой, енді өлесің ғой. Деп осы жаңағы отырған әрбір кейіпкерді мынау бөлмеге алып келу, мына врачтың, психологтың алдына алып келу біздің менталитетімізде өте бір қиыншылық бар. Жетекте кіргізу оны. Сосын тіпті болмағасын жерге одан қолын байлап алып кету ғана қалған жағдай. Сондықтан жаңа айтып отырмын, дұрыс айтып отырмын. Егер мына жаңағы әрбір оқиғаның кейіпкерлерінің осы жерге келуі, қандай қиындықпен келуі, өзін-өзі жеңе алмай. Бұның бәрі де мынау адамның несін, ішкі жан дүниесін ашып, адамды адам қылады, болмаса жаңағы бәр проблеманы сіз жинақтап берген кезде жаңағы осылай неге кемдің өзі қиын нәрсе, оны мойындаудың өзі де қиын. Тәуелсіз деген жаңағы бағана алдында оқылған сияқты. Мен тәуелсізбін деген. Сол тәуелсіздікке жету үшін де өтпеймін. Сондықтан осы мәселелерді үйлерінде mesela тереңірек қазақтың болсаңыз, мүмкін басқаша кейінгі актер, актрисаларға ойнайтын роль болар еді. Тереңірек, олар да тереңірек. Ана жерде констатация фактті жаңағы бар несиеге қалай баяндау. Жаңағыдай бұларға естігенде біздерде күшті ойнайтындай не жоқ болып тұр. Дұрыс, айтуыңыз дұрыс, сіз өзіңіз үшін райында. Мен актермін, менің мамандығым бар. Мен соның арасынан айтып отырмын, болашақта жазатын болсаңыз осы мәселелерге әлде болса тереңірек қатысу көрсін. Мен сұрақ бар еді. Сөйлерге драмалық көргенде сол сұрақ. Жаңағы сіз барлық оқиғаларды теріп алып шықтыңыз ғой, өздеріңіз сол нәрсені қалай сезе аласыз сіз жалпы? Өйткені айтады ғой, адам көзбен көрмеген, қолмен істемеген, қолмен естімеген нәрсені өзі сезініп түйінді. Сіз оны драматург ретінде қалай сезіне алдыңыз және де жазғаныңызда жалпы арадан қоймақ жолғандай оны сезіне алдыңыз ба деген сұрақ. Актерлерге де сол сұрақ. Әрбір мысалы өздеріңіздің рөліңіздегі, әрбір өзіңіздің рөліңіздегі адамның оқиғасын түбінен сезіне алдыңыздар ма, және де оны сезінгенде де қандай сіздерде іштеріңізде бір оқиға ұқсас нәрсе болды, және қалай шығара алдыңыздар ол нәрсені? Қалай сезінесіз? Жоқ, маған сол қызықта просто әр адамның мысалға бір танысымен басқа бір өзінің оқиғасын айтады, бір жақтың басқа бір оқиғасын айтады. Тыңдау арқылы сезіну мен үшін, мен үшін сәл қиындау нәрсе да, енді әр адам өзінше жазады ғой. Сондықтан сұрап отырмын сіздерге. Жауап беремін, бұл жерде бір-бірін түсіну мүмкін емес. Ол қанша жыл өмір сүрсек те, дүние тұрғанша бір-бірін түсіне алмай өтеміз. Жігіт қызды түсіне алмайды, бала ананы түсіне алмайды. Бұл жерде мен де түсіне алмаймын. Бұл кейіпкерлердің ауырлығын, қандай неден өткен мен түсіне алмаймын. Бұл жерде мен сочувствие дейді ғой, сондай ғана. Мен оны түсінуге тырысамын, болды. Сондықтан туған дүние, сондықтан сіздерге көңілдеріңізден шықпай шала болып, себебі содан деп ойлаймын. Мен түсінуге тырысамын, болды. Бірақ бұл спектакльге қойған кезде сахнаға профессиональный түрде қалышына тұрған ойындар. Бағана айтып өткендей, мен бұл спектакльді қойып жатырмын ғой. Мен процесстен қазір. Мен бұл сөздерді бәрі действияға салып отырмын. Барлығын қимылға. Бұдаманың әйелімен конфликті, қызының әкесімен конфликті, бүкіл просто монологта мен айтылған сөздерді мен действияға жасап жатырмын. Сол мысалға келген көрермендер қандай оқиғалардан өтеді, соны көрсеткен болды. Менде бізде уақытқа байланысты. Саламатпен осы актерлардың алғысын білдіремін. Яғни Бірақ біз бас
басшыларына, осындай әр волонтерларға сіздерге алғыс білдіремін.